бай адам болу үшін не істеп жатырсыз? Ақшаңыз көп болу үшін қандай іс әрекет жасап жатсыз? Қашан ең соңғы рет кітап оқыдыңыз? Қашан ең соңғы рет білім алдыңыз? Сіз айналадағы адамдардан кінәні іздемеңіз, сіз алдымен өзіңізге қарап көрсеңізші. Айналадан қарап көріңіз өзіңізге. Мен кіммін? Вообще-то, мен қаншалықты ақша табуға лайықты адаммын? Мен қаншалықты бай болуға лайықты адаммын деп айналаңыздан қарап көріңіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Егер де сіз сол сұрақтан өзіңізден жақсы жауап таба алсаңыз, значит, онда действительно айналадағы адамдар кінәлі. Ал егер сіз өзіңізден жақсы жауап таба алмасаңыз, ешқандай кітап оқымасаңыз, ешқандай білім алмасаңыз, ешқандай алға ұмтылмасаңыз, ешқандай мақсат жазбасаңыз, оған жоспарламасаңыз оны, жаңағыдай жетістікке жеткен адамдармен постоянно кеңестесіп, олардың ақылдарымен алға қарай ұмтылмасаңыз, қалай сізде байлық болсын? Айтыңызшы, қалай байлық болсын? Ол мүмкін бе сондай болуы? Просто ойланып көріңіз, просто. Бай адамдар кедейлердің ақшасымен байып жатыр, арам ақшамен байып жатыр. Жоқ, сіз адал ақшамен баюға тырыссаңызшы. Қоя беріңіз басқаларды, қайтесіз оларды. Мейлі олар арам ақшамен байып жатқан шығар. Мейлі олар действительно арам жолмен байып жатқан шығар. Бірақ та сіз адал жолмен баюға неге ұмтылмайсыз? Не үшін ұмтылмайсыз? Не үшін жолын іздемейсіз? Не үшін соңына дейін барам, мен бәрі берілмеймін, мен өз мақсатыма жетем деген алдыңызға жестко мақсат не үшін қоймайсыз? Не үшін біреуден кінә іздейсіз? Не үшін өзіңізді ақтай бересіз, біреуді жамандай бересіз? Ақылды адам өзін жамандайды бірінші орында. Бұл өмірде сіздің осы дәрежеде жүруіңізге тек қана сіз кінәлісіз, оған Алла кінәлі емес. Алла сізге бүкіл мүмкіндік жаратып қойды, таңдау беріп қойды. Қалаған жолыңды таңда деді. Қандай жолмен жүресің дейді, сол нәтиже сенде болады дейді. Сондықтан жолыңызға қараңыз. Сіз не істеп жатсыз? Қайда жүрсіз? Қайда кетіп бара жатырсыз? Сіздің итогыңыз, соңы баратын жеріңіз қай жер болып жатыр? Соған мән беріңіз де, одан кейін ойланып, ары қарай әрекеттеңіз.